Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деген қанатты сөздердің авторы, қоғам қайраткері, публицист, ақын, жазушы, қазақтың рухани көсемі Ахмет Байтұрсыновтың биыл 150 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Осыған орай бір ғасырға жуық тарихы бар білім ордасы Тұрар Рысқұлов орта мектебінде де Ахмет Байтұрсыновқа арналған үлкен іс-шаралар аталып өтуде. Ахмет Байтұрсынов туралы не біледі? Оның қандай еңбектерімен таныс? Қоғам қайраткері ретінде еліне, жеріне қандай игі істерді жасады? Осы сұрақтардың жауабын білу үшін мектеп ұжымымен, оқушылармен сұхбаттасып көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақтың рухани көсемі атанған алаш ардақтысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына биыл 150 жыл толып отыр. Осы мерейлі тойға біздің мектебімізде ақын еңбегін, мұрасын насихаттайтын көптеген іс-шаралар ұйымдастырылуда. Ұлт ұстазының халықтың ана тілінде сауат алып, тіл құдіреті үшін күресе отырып жазған әліппе кітабынан бүлдіршіндеріміздің сауаттанып, қоғам қайраткерлерінің асқақ арманын орындауда. Осы атаулы күрескер атамыздың мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, өмірімізге насихаттап отыру біздің баршамыздың ұрпақтың міндеті деп ойлаймын. Биыл Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы мектебімізде тойланып жатыр. Осыған орай мектебімізде барлық сынып оқушылары Ахмет Байтұрсынов туралы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ол кісінің өмірі, жасаған еңбектері туралы ізденіс үстінде. Ахмет атамыз шебер ақын, көрнекті ағартушы, оның көптеген өлеңдері ел аузында айтылып та жүр. Бұл кісінің өлеңдерінің әрқайсының ерекшелігі көбінесе тәрбиелік мәніне өте зор. Тәрбиеге байланысты айтылған өлеңдері бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Ахмет Байтұрсыновтың Маса атты жинағы ерекше көңіліме жағады. Бұнда ол заманға ағыммен кетпей, өзгелер құсап қазақ халқын бай, кедейге бөлмей тұтас жақсы көруге, бірге болуға, намысты болуға, арын сақтауға жас ұрпақтарды тәрбиелеп отырды. Менің айтатыным осы Ахмет Байтұрсыновты зерттей отырып, көптеген балаларымыз тәрбиелі болатына сенімім мол. Біз енді мына жерде Алашорда туралы және Ахмет Байтұрсынұлы туралы айтқан кезде тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелдиевтің мынандай бір жақсы сөзі бар. Әлихан Бөкейханов дейді, бұл кісі қазақтың Махатма Гандиі, Сун Яцен дейді. Енді ол кісіден Әлихан Бөкейхановтан тергеушілер, НКВД тергеушілер сұрақ алған кезде мен өзімнің сырымды екі адамға айтамын деп айтқан. Біріншісі Ахмет Байтұрсынұлы, екіншісі Міржақып Дулатұлы. Яғни алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың осы алаш идеясы 1905 жылы басталған жаңағы Алашорда үкіметі, Алаш партиясы 17 жылдары осы жаңағы біртұтас алаш идеясы қалыптасты. Осы біртұтас алаш идеясының қалыптасуына ең бірінші мәселе осы Ахмет Байтұрсынұлы көп еңбек сіңірді. Соның ішінде осы алаштың идеясы әлі күнге дейін өте маңызды болып есептеледі. Соның негізгі 5 ұстанымы бар. Осы 5 ұстанымға жаңағы соның 5-еуіне тоқталып өтсек. Біріншіден жер және жер дейді. Жер деген отан, отан деген сатылмау керек дейді. Яғни екінші мәселе, жердің астындағы, жердің үстіндегі байлық осы ұлтқа тиесілі деген шегелейді. Үшінші мәселе, ол осы жерден шыққан бір уыс жүн сол ұлттың үстіне тоқыма болып киілу керек деп ұлттық экономиканы насихаттайды. Төртіншіден, осы жерде өмір сүріп отқан қазақ ұлтының тілі, діні, мәдениеті үстемдік құру керек деп айтады. Бесіншіден, болашақта Жапонияның үлгісіндегі ұлттық, демократиялық, зайырлы, жақсы қоғам құруды армандайды.
Міне осы 5 ұстаным алаш қайраткерлерінің негізгі идеясы, яғни біртұтас алаш идеясы болды. Осы біртұтас алаш идеясына үлкен үлес қосқан тұлғалардың бірі ол алаштың көсемі деп айтсақ та болады, Әлихан Бөкейханов бастаған және одан кейінгі ол кісінің жаңағы шәкірттері Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған тағы басқа көптеген зиялы өкілдер. Солардың ішінде Ахмет Байтұрсынұлының шоқтығы биік ірі тұлға болған. Тіл мәдениеттілігін, қазақ тілінің тазалығын, қазақ тілінің байлығын, тіл көркемдігін паш ететін еңбектерінің әлі құндылығы мол. Ахметтің мұрасын, Ахметтің еңбегін насихаттау, оларды айтып отыру, оларды барлық қазақпын деген пенденің жүрегіне жеткізу біздің парызымыз. Ахметтің мұрасы өміршең, оның жойылуы мүмкін емес. Яғни 5 қыркүйек туылған күні тілдер мерекесі болып аталып өтілудің мәні зор. Ызыңдап ұшқан мынау біздің маса, сап-сары, аяқтары ұзын маса, өзіне біткен түсі өзгерілмес, дегенмен қара яки қызылмаса. Үстінде ұйықтағанның айналашып, қаққы жеп, қанаттары бұзылғанша, ұйқысын азда болса бөлмес бекен, қоймастан құлағына зыңдаса. Білімдіден не пайда, білген көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырыма қайтпаса. Ахмет Байтұрсынұлы, ер сайын, бұрын өткен заманда дін мұсылман аманда, 3 шарбақты 3 кентті Ноғайлы деген жұрт өтті. Бір замандар болғанда ауыр дәулет мал кетті, жарылықтың зары өтті, халқы жарлы болған соң жігіттерден әл кетті, жап жалаңаш жүрген соң әйелінен ар кетті.